Әрине Құдай сақтасын, осындай жағдайда Аманбек атамыздың заттарын сақтағанда сіздер енді ата бабаларымыз заттарын осындай келісіп сақтауға ниеттеспін. Бүгінгі күні мен Аманбек атамыздың қазақтың ұлы, батыры, хасы Аманбек атамыздың өміріне арналған күніне ашылып жатыр. Құтты болсын, елімізді, жерімізді жұртымыз еш аман болуының сіздерге көп рахмет. Amangeli babamızın kalbini azamçılığı kelip olur, osundayı janrında her zaman okullarımız yok. Kelgen ayaklarımızla bölmüşsün, Allah razı olsun, rahmet, rahmet. Amende olsa keşenge bütün Utluk Respublikalık Müzeyimizge kirgenden, sıktı tekşesinden, caya vurmuştan, boğulgandan pısmıda da boğulganı gönü. Bizden kelişiğimizden kalak bitken, bizden kelişiğimizde ornatıp bitken derişten ata babalarımızın üstünde ömür bayanı. Bana biletinde yaşaslar o vaktiday tereğin bir. Tintteyimizden bildik, ne karşımızda olsak tintteyimizden bildik atanı. Şanday bakırda bilgen yokuz. Videoda Amangeli atamız. O tazak, halkın korlagan, halkın oylagan, halkının kelişiğini okukan, kanday derişmen azamat. Körsün köz doyatın, okunan azamat Kazak'ın cidden usulay baba bayanlar. Videoda men aytarım, bugün terörsüzlükte ansak, kişinin yerkin memleket bolu gerek dep, kol jeyip, kança mı azamatlarda özüne şeyip, osunday bir ülkön kozgalış jasagan. Bizlerdi oylagan, bizden kelişiğimizde oylagan, 70 yıldan keyin jetip oturmuş ökünüş koray. Avuksa bayağıda 16 yıl olsun memleketimizin kelişiğinden bugün oylagan. Armanı orundaldı. Әрине, сол кезде бұл Амангелді бабамыз қоласындағы ақырды аталарымыз, ағаларымыз сондай бір өн зігерлі бастағаны іске асатын болса бір біздің қазір мемлекетімізге ешкім жетпейтін дәнішмән мемлекет болады. Жұмамолдығын деген ақын атамыз айтқан, мың өлім, мың тірілген қазақ біздің. Өздеріміз ойлаңыз, жасанды ашаршылықты да көрдік, соғысты да көрдік, не болмады біздің аталарымыз, ағаларымыз. Сөйтіп, сүрініп, жығылып, мінекен жеттік, тәуелсіздікті Аллаға шүкір. Біздің қазақ азаматтары мен азаматшасы данышпан, келешегіміз зор болады. Менің де атамды байлығын бәрін алғаннан кейін, түгел айдағаннан кейін, алғаннан кейін Сібірге айдаған ғой. Бердің байлығымды бәрін, түйе, малын, керемет бәрін берген, тимейді деп ойлаған, ол үшін Сібірге айдаған. Менің бай атам, қазық ата жеп отырған ата мысалға 6 ай тауда, 6 ай құмда қашып өмір сүрген. Қазір үйіміздің артына бір кір жаяғасақ, ұлымызды, жігітімізді жібереміз, мен қорқам дейміз. Сонда менің әнеке апам атама келіскен жерде қасқырдан да басқадан да қорықпай, анау жаңбыр таудың арқасында тұрамыз. Сол бәлен жерде тұрмаған қасқыр атамызды сөйтіп асыраған. Сондай аталарымыз көп. Жатқан жерлер санатта болсын, топырағы торқа болсын аталарымыз. Сол кісілердің ақылының арқасында, жігердің арқасында мына біздер осындай бақытты өмірге жетіп отырмыз. Әрқайсыңыз менің жалғызымсыз, әрқайсыңыз менің жалғызым деп оқуларыңыз керек айналаларыңызда адамдар. Бұл өмірге тыныш жеткен жоқпыз. Амангелді атамның халқын ойлап, тып-тыныш жатпай оның орнына басын тікелей байлап, не көрсем де, қорқып көрсем де, қандай қиыншылық көрсем де, елімді, жерімді қорғаймын. Сонда 16 жылдан тәуелсіз мемлекет болса, ол қандай болар еді? Адам саны қандай болар еді? 1897 жылғы ғалымдардың есебіменен сондағы болған бірнеше миллион қазақтарымыз Қазақстанда бүгінгі күні 127 миллион болу керек. Biz otururuz, 20 milyon.
жерде осы ата-аналарымыздың аңсағанын орындап, әрқайсымыз ақылды болып, қызмет болсын, оқу болсын, сіздерді өмір келешекке жақсылық орнататындай, келешегін жақсы ойлайтындай, әрқайсымыз ынталансақ, біздің қазақтың ұлдарынан қыздар өте ақылды, әне талай белеске, талай шашына жете береміз. Рахмет, тыңдағандар.